Блины жасау үшін алдымен бізге 2 жұмыртқа, сүт, ұн, сосын секер, сосын сита керек болатын болады. Алдымен біздер 2 жұмыртқаны жарып аламыз. Екі жұмыртқаны жарып болған соң үстіне секер қосамыз. Секер қосып, жақсылап тұрып араластырамыз блинчикті. Ағарғанға дейін араластырамыз шамалы. Жақсылап тұрып араластырып болған соң үстіне су қосамыз. Суды мен көбіне 1 стакан су етемін. Қазір сіздерге көрсетемін. Міне мен көбіне мына мерный стаканчикті аламын да, осыған су құямын. Су құйып, былайша айтқанда примерно 250 мл болады. 250 мл болады. Соны мынаның үстіне осылай жұмыртқаның үстіне қосамыз. Қосып болған соң жақсылап тұрып араластырамыз. Үстіне шамалы шым-шым тұз салсаңыздар да болады. Енді міне шамалы ғана тұз салдым. Жақсылап тұрып араластырып, үстіне шамалы ғана сүт құямын. Сүт менде бұл жерде 100 граммдай. Онда да жақсылап тұрып араластырып, үстіне ұн саламын. Мұнда обязательно міндетті түрде осылай ситадан өткізуіміз керек. Жартысын салып, жартысын қоя тұрамыз. Салған ұнымызды жақсылап тұрып араластырамыз. Бізде комочек болмайды, комоктар болмайды, өткені біздер ұнды ситадан өткіздіріп салдық. Жақсылап тұрып араластырамыз. Міне мен жақсылап тұрып араластырып болдым. Осындай бір келкей болғанға дейін, однородный цвет, однородный дейді ғой, однородный болғанға дейін араластырамыз жақсылап. Енді 2 ас қасық сұйық майымызды құямыз. Міне мен сұйық майымызды құйдым. Құйған соң тағы бір жақсылап тұрып араластырамыз. Міне, тұрған болар, сіздерге. Жақсылап араластырып болған соң енді пісіреміз блинді. Міне менде мынандай сковородка, осыған мен қазір блинді 2 жағынан пісіріп алып жатырмын. Достар, міне қараңыздар, мен блинді жасап болдым. Өте жұп-жұқа, дайындалуы да өте оп-оңай. Любой начинкамен барады, жасауларыңызға болады. Ас болсын. Достар, менің блинчиктерім осындай болып шықты. Міне қараңыздар. Начинкасында сгущенка бар, сметана бар и варенье бар.